Достар, видеоны аяғына дейін көріп, каналға тіркеліңіз. Достар, импульс өту дегеніміз, яғни қозу үрдісін жүріп жатыр деген білдіреді. Қозу үрдісі бізде рецепторларда немесе нерв жүйесінде қалай өтеді? Сол туралы соның механизмін сіздерге көрсетейін. Жасуша тыныштық күйде болады және қозған күйде болады. Тыныштық күйде болғанымыз поляризация деп айтсақ, ал қозу үрдісін біз деполяризация деп атаймыз. Яғни деполяризация қалай жүреді? Яғни көз алдымызда жүйке жүйесінің, яғни нейрондардың өзара байланысы болады. Сіздер білетіндей, нейронның екі жіпшесі бар, яғни қысқа және ұзын. Бізде ұзынын аксон, қысқасын дендрит деп атаймыз. Аксоннан, яғни нерв импульсы қалай жүреді? Бағанағы синапс бізде схема түрде осы жерді көрсеткен болатын, яғни бір нейронмен екінші нейронның байланысқан арасы. Импульс өту, яғни бізде айтқандай қозу, деполяризация жүрді деген мағынаны білдіреді. Деполяризация бізде яғни осы бір именно осы бір бөлікті алатын болсақ, яғни нейрон арасындағы мына бір бөлік мына түрде схема түрінде көрсеттім. Бізге импульс жүрді дейді, яғни қозу, деполяризация. Ол кезде мембрана ішінде қандай өзгерістер болып жатады? Яғни өздеріңіз білетіндей, деполяризация дегеніміз бізде натрий ионының мембрана ішіне енуі. Тыныштық күйде бізде мембрана ішінде, яғни калий орналасады. Калий минус орналасады. Ал қозу кезінде, импульс жүрген кезінде бізге сырттағы натрий плюс иондық канал арқылы ішке енеді. Сөйтті калийдің бәрі мембрананың сыртынан шығады. Натрий клетканың ішіне көптеп енген сайын бізде қозу үрдісі қарқынды жүреді. Бұл көріністің бәрі мына жерде болып жатқан жағдай. Яғни импульс өтуде. Импульс бізде нейрон арқылы, нейронның аксон талшықтары арқылы неравномерно өтеді. Яғни ол секіріп өтеді. Не себепті? Өйткені бізде өздеріңіз білетіндей бұл шван жасушасы, шван жасушасы. Мынау тіліктер, ортаға тіліктер ранве тілігі деп аталады. Ранве үзілісі деп те аталады. Яғни осы импульс өткен кезде арасынан шван жасушаларын секіріп өтіп, яғни ранве тіліктер арқылы өтіп, әр нейрондарға өтіп отырады. Мәселен, біз бағана айтып кеткенде, яғни жергілікті анестетиктер қалай әсер етеді, яғни олар біздің ару сезімді басу, яғни қозуды басу үшін қолданатын препараттар еді. Олардың әсері қандай? Мәселен, біз терінің қабатына жергілікті анестетиктерді жаққан кезде, олар теріге сіңіп, сол терінің ішіндегі нерв жасушаларына, яғни импульстар тізбеге әсер етеді. Ол дегеніміз нерв талшықтарына натрийдің енуін блокқа қояды. Яғни натрийді бізде енгізбейді. Яғни натрийдің нерв талшықтарына енуін тоқтатады. Сол жағдай мембрананың ішінде, яғни натрийдің иондық канал арқылы өтуін тежейді. Сол себепті бізде натрийдің мембрана ішіне енбеуі, немесе нерв жасушаларының ішіндегі натрийдің нерв талшықтарының енбеуі бізде деполяризацияның алдын алады. Яғни мембрана тыныштық күйде қалады. Сол себепті бізге жергілікті анестезияны қолданған кезде ауру сезімі сезілмейді.